Жасырын агент Итан соңғы тапсырмадан кейін 2 ай өткен соң Эрикадан Entity деп аталатын нысан туралы құпия хабарлама тыңдады. Ол киберқауіпсіздікті бұзып, болашақты болжай алатын өзіндік санасы бар жасанды интеллект. Қазіргі уақытта Entity адамзатты бір-біріне қарсы қою үшін әлемдегі цифрлық ақпаратты бұзуда. Ол тіпті адамзаттың жойылуын қалайтын және маңызды мекемелерге еніп кеткен апокалипсис культіне де шабыт берген. Entity-ді тоқтату үшін олар оның бастапқы кодын табуы керек, ал оның орналасқан жерін тек Габриэль ғана біледі, бірақ оны қалай табу керектігін ешкім білмейді. Итанның қолында Entity-ді жоя алатын кілт бар, ол бүкіл киберкеңістікті толығымен өшіріп, әлемді тағы бір соғысқа апаруы мүмкін. Ол жасырынып жүр, себебі егер үкімет Entity-ді қолға түсірсе, оны басқа елдерге қарсы қолдануы мүмкін деп қорқады. Кейінірек Итан өзінің ескі досы Бенджимен қайта кездеседі. Екеуі Лютер күтіп тұрған метро туннеліндегі құпия бөлмеге барады. Лютер Entity-дің бастапқы кодымен біріктірілгенде оны бейтараптандыратын арнайы U-капсула вирус ойлап тапты. Габриэльдің бұрынғы сыбайласы Паристі агенттер Джаспер мен Тео алып жүреді. Кенеттен екі күзетші агенттерге электрошокермен шабуыл жасап, оларды таңғалдырмақ болады. Төбелес басталып, көп ұзамай Парижде күзетшілерге қосылып, агенттерді бір-бірлеп құлатады. Көптеген соққылар мен тепкілерден кейін Джаспер есінен танады, бірақ Тео тапаншасын алады. Париж тапаншаны ұрлап, оларды атып тастамақ болады, бірақ күзетшілер оның алдына секіріп, маскаларын шешеді. Олардың Итан мен Бенджи екені анықталды. Париж Итанның оны соңғы миссияда құтқарғанын есіне түсіріп, Итанның ешқандай жақтың жоқтығын, олардың жаһандық мәселе бойынша бірігіп жұмыс істеуі керектігі туралы түсіндірмесін тыңдайды. Бірнеше кештен кейін Итан Лондондағы маңызды кешке жасырын кіреді. Агенттер Итанды тұтқындауға дайындалып тұрады, бірақ Грейс оларға соғылып, рациялар мен қаруларын ұрлайды. Ол Итанға бір қаруды лақтырып, екіншісін өзіне алып қалады. Сонда агенттер өздерін қорғай алмай қалады да, оларды оңай есінен таңдырады. Грейс оны Итанды табуға агенттік директоры Китридж жібергенін түсіндіреді. Олар бөлмеден шыққанда, екі ер адам оларды кенеттен ұстап алып, тез арада тыныштандырады. Кейінірек екеуі бөлмеде қолдары байланған күйде, үстелде азаптау құралдары толы күйде оянады. Бір күзетші кіріп, Итанды ұрды, бірақ Габриэль оған тоқтауды бұйырады да, егер Итан оның айтқанын істемесе, Лютерді өлтіретінін айтады. Габриэль одан Севастополь деп аталатын сүңгуір қайықты табуды сұрайды. Ол гидроакустикалық құрылғылар арқылы анықталмайды. Көп жыл бұрын бұл қайықтың жүйесіне вирус еніп, оның батып кетуіне себеп болған. Кейін сол вирус Entity-ге айналған. Сүңгуір қайық жылдар бойы теңіз түбінде қатып қалғандықтан, Entity оны қазір бұза алмайды. Сондықтан оның жүйесінде қалған вирустың көшірмесін тауып, бастапқы код ретінде пайдалануға болады. Алайда Габриэль бастапқы кодты Entity-ді тоқтату үшін емес, оны басқару үшін қалайды. Габриэль Итанға жақынырақ қарағанда оның аузынан бір түрлі нәрсе байқайды. Оның жасырылған жалған тістері бар екені белгілі болды. Итан оларды тістеп, аузынан көбік шаша бастайды, сондықтан Габриэль адамдарына оны тірілтуді бұйырады. Алайда Итан оның шынайы емес екенін айтып, екі күзетшіні де тез жеңіп тастайды, ал Грейс кілттерді алып, өзін босатады. Тағы бір күзетші келеді, бірақ Габриэль оған Итанды тірі қажет екенін ескертіп, оған оқ атуға тыйым салады. Сондықтан Грейс пен Итан жаулармен бірлесіп күреседі. Грейс өлім аузында болды, бірақ Итан үстелден құралдарды алып, екі адамды да қатыгездікпен өлтіреді. Габриэль қашып құтылу үшін дәліздермен жүгіріп келеді, бірақ оны Париж, Тео және Бенджи қоршап алады. Париж оны атып тастағысы келеді, бірақ Тео оның тірі қажет екенін еске салады. Содан кейін Габриэль қарама-қарсы бағытқа жүгіріп кетеді, ал Грейс пен Итан қудалауға қосылады. Басқа бөлмеден Итан бір түрлі қорап табады, ал Париж бұл қорапты Габриэльдің Entity-мен байланысу үшін пайдаланғанын түсіндіреді. Париждің ескертулеріне назар аудармастан Итан қорапқа кіріп, миын құрылғыға қосады. Оның қолдары мен аяқтарына шектеулер қойылады, ал Entity онымен сөйлеседі. Ол оның миына зақым келтіретін көптеген көріністерді, соның ішінде құпия қойманы көрсетеді. Егер ол ынтымақтаспаса, Entity 4 күн ішінде әлемдегі ядролық қаруларды бақылауға алып, адамзатты жояды. Сондай-ақ ол Габриэльдің Лютерді өлтіретінін көрсетеді. Entity Итанды қораптан шығарғанда, ол командасына көріністер кезінде алған барлық ақпаратты жазып береді, содан кейін досын құтқаруға асығады. Сол уақытта Лютер төсегінің жанында өлген медбике жатқанын көріп оянады. Габриэль оны бомбасы бар оғаш бөлмеге қамап тастағаны белгілі болды. Ол U-капсуласын ұрлап алған, содан кейін өзін ұйықтатып отыру үшін жалдаған әйелді өлтірген. Итан келгенде жарылысқа дейін 3 минут қана қалған еді. Бомба бүкіл қаланы жоятындай қуатты, сондықтан Лютер жарылысты ауыздықтау үшін оны залалсыздандыра бастайды. Бұл әрекет қаланы құтқарады, бірақ ол өзі өледі, және туннелдер опырылады. Есікті аша алмай, Итан Габриэльдің Лютерді жаңа U-капсуласын жасай алмау үшін оның өлгенін қалағанын түсінеді. Итан туннелдермен жүгіргенде бомба оның артында жарылып, Лютер қаза табады.
Көшеге шыққанда Итанды Джаспер және оның адамдары қоршап алып, одан кілтті тартып алады. Штаб-пәтерде Итанды директор Китридж қарсы алады. Ол NTT-дің әлем бойынша бірнеше ядролық қаруларға кіріп үлгергенін айтады. Олар президент Эриканы қосалғанда бүкіл басқармамен кездеседі. Олар Итанның бұрынғы тапсырмаларын қарап шыққаннан кейін ол сүңгуір қайықты табу үшін кілт пен кеме керек екенін түсіндіреді. Агенттік NTT-ді әлі де жойылсы келмегендіктен, екеуінің арасында пікірталас туындайды. Сол сәтте дабыл қағылып, олар тағы бір елдің ядролық қаруларын басқаруды жоғалтқанын біледі. Эрика Итанға мәселені шешуге 72 сағат береді, әйтпесе ол болатын оқиғаларға жауапты болады. Тікұшақпен ұшпас бұрын оған кілт пен құпия конверт беріледі. Біраз уақыттан кейін Тынық мұхитының солтүстігінде ұшақ Итанды авиатасымалдаушы кемеге қалдырады. Ол конвертті адмиралға береді. Ол оны ашып, хабарламаның тек бір күн екенін көреді. Адмирал Эрикамен бірге қызмет еткен, және бұл күнді екеуі де тәуекелге баруға ешқандай билік келіспегендіктен жақындарын жоғалтқан күн ретінде таниды. Авиатасымалдаушы кеме соғыс тудыруы мүмкін қауіпті аймақпен жүзеді, бірақ адмирал жоғары лауазымды тұлғалар тәуекел етпеген тәуекелге баруға келіседі. Итан оған сіз туралы айтады. Бұл акустикалық су асты кабельдерінің желісі. Егер әлемде су астында маңызды нәрсе болса, сосус оның нақты орналасқан жерін таба алады. Сүңгуір қайық экипажының денелерін абориген балықшылар тауып алғандықтан, олар апатты тапқан сосус станциясы Беринг теңізіндегі әулие Мәтфей аралында орналасқан деп болжайды. Адмирал күмәнданады, бірақ оларда басқа жақсы жоспар жоқ. Аралда Бенджи командаласы Уильямды табады. Ол 30 жыл бойы сосус станциясын басқарған. Ол ондаған жылдар бойы NTT туралы адамдарға ескертпек болған, бірақ ешкім тыңдамаған аты аңызға айналған хакер. Уильям оларға көмектескісі келеді, бірақ оның үйіне ресейлік жалдамалы әскерлер басып кіріп, қазір жасырынған жерінен шығып келеді. Олар да соңғы сүңгуір қайықты іздеуде. Уильям оларда қажетті координаталар жоқ екенін айтып, бәрін сендірмек болады. Ресейліктер әлі де Уильямның оқығыш жасап, оларға беруін күтеді. Тікұшақта Итанға ұшқыштар ауданда ресейлік кемелерді көріп тұрғанын және командадан әлі координаталарды алмағанын айтады. Егер олар ұзақ уақыт ұшса, кері қайтуға отын жетпейді, бірақ Итан олардан тағы 5 минут беруді сұрайды. Сол сәтте екі ресейлік реактивті ұшақ ескерту ретінде олардың алдынан ұшып өтеді. Сондықтан Итан тікұшақтар кеткен кезде мұздай суға секіруге шешім қабылдайды. Кенеттен Итанды сүңгуірлер қоршап алып, оны Ыс-Огайоға апарады. Итан сүңгуір қайық капитанын кездестіріп, оған көмектесуге көндіру үшін адмирал берген алқаны береді. Ол өзінің командасынан координаталарды күтіп тұрғанын және капитаннан антеннаны көтеруді сұрайды. Бұл олардың орналасқан жерін ресейліктерге ашып беруі мүмкін. Олар күткен кезде олар жау кемелерін бақылау үшін радарға қарайды. Сонда Итан ресейлік сүңгуір қайықтың аралға 1 сағат бұрын жеткенін байқайды. Экипаж Итанға ерекше қысым костюмін көрсетеді. Ол оны өте тереңге түсіре алады, бірақ олар оны 300 футтан төмен тереңдікте сынамағанын мойындайды. Ауаны үнемдеу үшін ол тез түсуі керек. Бұл психикалық шатасу, діріл және тіпті құрсу сияқты жанама әсерлерге әкелуі мүмкін. Итан тыныс алуына көмектесу үшін жаттығу жасай бастайды, ал капитан оған антеннаны соңғы рет пайдаланбас бұрын ескертеді. Үйге оралғанда Бенджи Уильямға оқығыш жасауға көмектеседі, ал қалғандары алаңдап тұрады. Ол оларды қағазға жазып, оны сағатына жасырады. Содан кейін әйеліне құстарды тамақтандыруды сұрап, оны жасырын түрде береді. Грейс олардың сөйлескенін естіп көмектесуге ерікті болады. Уильямның әйелі оны күрекпен ұрады, ал Грейс онымен төбелесуге кіріседі. Бұл оның қарумен оқ атуына себеп болады. Команданың қалған мүшелері мұны естіп, мұны белгі деп қабылдайды да, жалдамалы әскерлермен төбелесе бастайды. Көптеген соққылар мен атыстар болады. Бұл кездейсоқ пештен көмірдің құлауына келіп, үйді өртеп жібереді. Барлығы әлі де төбелесіп жатқанда, Уильям координаталарды жіберу үшін радиоға асығады. Дәл сол уақытта сүңгуір қайықта Итанға NTT-дің қастандығына қатысы бар экипаж мүшесі пышақпен шабуыл жасайды. Екі ер адам бөлме бойынша төбелесіп, кейбір жабдықтарды сындырады, ал капитан ақыры координаталарды қабылдайды. Итан ер адамның бетін айналмалы машинаға қысады, бірақ ол әлі де пышағын алып, қайтадан шабуыл жасамақ болады. Итанға пышақ салғалы тұрғанда, басқа экипаж мүшесі артынан ұрып, есінен таңдырады. Үйде Тио мен Париж төбелестің басым бөлігін жасайды. Бенджи көмектесуге тырысады, бірақ кітап сөресі оның үстіне құлап, жалдамалы әскер басшысы Парижді тұтқынға алады. Ол оны атуға мәжбүр ету үшін ер адамды ұрады, ал оқтар оның командаласына тиеді. Бұл Тионы босатады, ол Париждің қарсыласына оқ атады. Уильям мен командасы үй құламас бұрын ғимараттан шығып үлгереді. Грейс Уильямның әйелімен бірге кетеді. Ол оған шананы қалай пайдалануды және иттерді қалай басқару керектігін үйретеді. Сонда ол бүкіл қысым камерасының жабдықтарын Итан мен сүңгуір қайықта кездесу үшін тасымалдай алады. Капитан Итанға координаталар Африка маңында орналасқанын айтады. Итан бұл мағынасыз деп ойлап, дәл қарама қарсы нүктені іздейді. Ол қазіргі орналасқан жерінің жанындағы орынды белгілейді.
Уильям ресейліктерді алдау үшін оларға кері бағыттағы координаталарды жіберген. Сүңгуір қайық координаталар көрсеткен жерге жеткенде, Итан костюмін киеді, ал экипаж оған бұл операцияны орындауға шектеулі уақыты бар екенін ескертеді. Қысымға көмектесу үшін камера Итан есікті ашпас бұрын сумен толады. Ол 1 секундқа бас айналып, сыртқа секіріп, мүмкіндігінше тез жүзе бастайды. Дәл сол сәтте ресейлік сүңгуір қайық пайда болып, оны басып қала жаздайды, бірақ Итан оның бүйірінде жасырынып, анықталмай алға жылжиды. Бірнеше белгілерді пайдаланып, Итан аймақты іздейді, сөйтіп Севастопольді табады. Ол ішке кіргенде су бірден кіріп, толқын сүңгуір қайықты қозғалтады. Итан құрылғыны генераторға қосып, қуатты қалпына келтіреді, сүңгуір қайық батқан кезде сыртқа сорылмаған көптеген денелерді табады. Келесі бөлмеден ол бір топ торпеда табады, сондықтан оларды іске қосып алмау үшін мұқият жүруі керек. Бұл судың толуының арқасында сүңгуір қайықтың аунауына байланысты оңай емес. Ақырында Итан жүйелік камераны тауып, компьютер люгін арнайы кілтпен ашып, қатты дискіні ұрлайды. Кері жолға шыққан кезде, ол сүңгуір қайықтың толығымен еңкейіп, кез келген сәтте тереңірек бататынын түсінеді. Ол айналып жүрген торпедалардан аулақ болу үшін мұқият жүзуі керек. Олардың бірі есікті жауып тастайды, сондықтан Итан торпеда түтігі арқылы қашып құтылуы керек. Ол түтікке қарай жүзгенде, торпедалар оған жақындап, оны тұзаққа түсіре жаздайды, бірақ ол әрең дегенде сыртқа шығады. Оған көп күш жұмсауға тура келеді, бірақ Итан бірінші люкті ашады, алайда оның ішінде торпеда болады. Итанның оны шешіп тастаудан басқа амалы жоқ, бұл оның терісін мұздай суға қалдырады. Көп ұзамай түтікте суға тола бастайды, бірақ Итан күш салып, сүңгуір қайық құлап кеткенге дейін сыртқа шығып үлгереді. Итанның шлемі сүңгуір қайықтың бүйіріне қыстырылып қалып, оны жіберіп алудан басқа амалы жоқ. Сүңгуір қайық тұңғиыққа батады, ал Итан мойнына ілінген қатты дискісі бар тек шортысымен жүзе береді. Қанша жүзсе де, Итан жер бетіне шыға алмайды. Оның денесі ауа жетіспеушілігімен температураны көтере алмай, қатты ауырсынып бұратылады. Дәл сол сәтте оны Грейс тауып алып, судан шығарады. Ол оны тірілту үшін жасанды тыныс алдырып, қысым камерасына салады. Бірнеше минуттан кейін ұшақта Итан Уильямға оны бұрынғы тапсырмадан есіне түсіретінін айтады. Итан Уильямның Арктикаға ауыстырылғанына өзін жауапты сезінеді, бірақ Уильям бұл жаңа жұмыстың оған әйелін кездестіруге мүмкіндік берген үшін ризашылығын білдіреді. Уильям ең қауіпсіз жер апокалипсис қоймасы бұл құпия, толығымен қорғалған, күн энергиясымен жұмыс істейтін деректер сервері деп ойлайды. Итан бұл оның көріністерде көрген жері екенін түсінеді, және Габриэльдің қазірдің өзінде сол жерде болуы мүмкін деп болжайды. Олар NTT-ді Best оптикалық деректер дискісіне енгізіп, оны тұтқындау үшін Лютердің U капсуласын одан қайтарып алуы керек. Сонымен қатар ядролық шабуылды бастамау үшін деректер дискісін дәл сол сәтте шығарып алуы керек. Бірақ алдымен олар NTT-ді қоймаға кіргізуі керек, сондықтан олар қатты дискіні Габриэльге беріп, оған комбинация жасауға рұқсат етіп, оны соңғы сәтте тоқтатуы керек. Итан қалғандарына жасырынуды айтып, алдыға жалғыз жылжиды, сөйтіп ядролық бомбаны табады. Бұл сәтті Габриэльді тапаншамен таңғалдырған Джаспер бөліп жібереді. Бір топ агенттер жасырынған жерінен шығып, команданы да тұтқындағанын көрсетеді. Габриэльдің көмекшісі де қоршауда қалады, сондықтан ол 20 минуттан кейін жарылатын бомбаны іске қосады. Кит Рич те келіп, қатты дискіні NTT-ді басқару үшін қалай пайдалану керектігін талап етеді. Итан көлеңкеде бірдеңенің қозғалып жатқанын байқайды, ал Габриэль кенеттен адамдарына оқ атуды бұйырады, сөйтіп барлық жақтан адамдар жасырынуға жүгіреді. Габриэль өз джипіне асығып, келе жатқан оқтардан жалтарып, U капсуласымен қашып кетеді. Итан оны қуып жету үшін басқа джипке асығады, ал Кит Рич пен Джаспер де солай істейді. Көліктер туннельдермен жарысқанда, Итанның джипін итеріп жібереді, ол апатқа ұшырайды. Габриэльдің бипланмен қашып бара жатқанын тапқанша жүгіре береді. Итан бас тартайын деп тұрғанда, көмекшінің де ұшақпен қашып бара жатқанын көреді, сондықтан ол ілесіп жүру үшін металл штанганы ұстайды. Ұшақ құлап, аунап кете бастайды, сондықтан Итан белдікті шешкенде көмекшісінің денесі сыртқа құлап кетеді. Содан кейін Итан ұшақты басқарып, Габриэльді қуып жетеді. Олардың ұшақтары бірнеше рет соғысып, біраз зақым келеді. Үңгірде Бенджи оқ тигенін айтады. Уильям бомбаны залалсыздандыруға ерікті болады, сондықтан оның әйелі мен Тио онымен бірге қалады, ал Париж бен Грейс Бенджиді сервер бөлмесіне апарады. Уильям олардың мұны істей алмайтын шығар деп ойлайды, бірақ көп ұзамай ол жарылысты кішірейтіп, оларға қашып кетуге аз уақыт беретін бірнеше кабельдерді кесуге болатынын анықтайды. Ішке кірген соң Бенджи оның өкпесі опырылып жатқанын түсінеді, сондықтан ол Парижге оған қолдан жасалған операция жасау үшін бірнеше нұсқау береді. Бұл процесс өте ауыр, бірақ бұл Бенджиге Парижді бағыттауға және Грейске серверді қалай іске қосу керектігін айтуға кедергі болмайды. Бақытымызға орай екеуі де оның нұсқауларын тамаша орындайды. Ол сондай-ақ деректер дискісін қосады, енді олар тек досының Уды қайтарып әкелуін күтуі керек. Ауада Итанның ұшағы бөлініп келеді, сондықтан ол секіріп, басқа ұшақ құлап, апатқа ұшырағанға дейін Габриэльдің ұшағына қонады.
Габриэль Итанды құлату үшін әртүрлі айла-шарғылар жасай бастайды. Габриэль қалыпты басқаруды бастағанда, Итан оны ұру үшін жақындайды. Өкінішке орай, бұл оны есінен таңдырмайды, ал Габриэль қайтадан бір түрлі айла-шарғыларды жасай бастайды. Итан белдікті ұстап тұрғанда, пропеллер істен шыға бастайды, ал Габриэль қалыпты ұшуға мәжбүр болады. Содан кейін ол Итанды пышақтамақ болады, бірақ Итан оның қолын сындырып, U капсуласын ұрлауға мүмкіндікті пайдаланады. Ол Габриэльді қайтадан ұрады. Ол сондай-ақ қауіпсіздік белдігін ажыратады, сондықтан ұшақ бұрылғанда Габриэль құлап кетеді. Жел оның шаттарын ұшақтың бүйіріне соғып, оның басы металға тиіп лезде өледі. Кейін Итан ұшақты басқаруға тырысады, бірақ пропеллер өртеніп кетеді. Ол парашютпен секіріп кетеді, бірақ ол да жанып кетеді. Ол үлкен жылдамдықпен құлап жатқанда, Итан U капсуласын қатты дискіге сала алды. Дәл сол кезде Грейс 5 деректер дискісін алып, Уильям қоймадағы кабельдерді кеседі. Бүкіл әлемде электр қуаты өшіп, ядролық қарулар тоқтатылады. Грейс шақыраған деректер дискісіне қарап, жоспардың іске асқанын түсінеді. Уильям мен қалғандары оларға қосылып, бомбаны залалсыздандырғанын және зақымның аз болғанын растайды. Көп ұзамай электр қуаты қайта қосылады, ал Эрика Энтитидің жоғалғанын растайтын қоңырау қабылдайды. Тауда Итан қосалқы парашюттің арқасында аман қонады. Ол қатты дискідегі дауысты естіп, оның Лютердің өзімен қоштасып жатқанын түсінеді. Бұл хабарлама өз-өзін жоюға арналған, сондықтан Китридж пен Джаспер Итанды тапқан кезде, қатты диск пен U капсуласы толығымен жарамсыз болады. Китридж көңілі қалған, бірақ Джаспер Итанды жетістігімен құттықтайды. Біраз уақыттан кейін команда Итанмен қайта қосылады, ал Грейс оған Энтитимен бірге деректер дискісін береді. Содан кейін топ көлеңкеде өмір сүруді жалғастыру үшін бөлініп кетеді.